Павлодар облысы бойынша ең үздік ауыл әкімі анықталды. Успен аудандық Новопокров ауылдық округінің әкімі Вячеслав Симоненко республикалық сайыста жолдама алды. Ол ел бойынша өтетін байқауда бағын сынап облыстағы ауыл әкімдерінің біліктілік деңгейін танытатын болады. Вячеслав Симоненко 1989 жылы дүниеге келген. Мектептен кейін жергілікті жоғары оқу орнында мемлекеттік жергілікті басқару мамандығы бойынша жоғары білім алған. Сосын қарулы күштер қатарында қызмет етіп келген соң еңбек жолын бастайды. Алдымен жеке серіктестікте заңгер ретінде қызмет бастаған ол Новопокров ауылдық округі әкімдігінің бас маманы ретінде мемлекеттік қызметтегі жолы басталады. Проработав на этой должности 4 года. Бұл қызметті 4 жыл атқардым. 2017 жылы Қозыкеткен ауылдық округінің әкімі болдым. Ол қызметімді 2 жыл атқарған соң Новопокров ауылдық округіне әкім болып келдім. Осылайша 2019 жылы өзім өскен ер жеткен ауылыма қызмет етіп келемін. Они меня выбрали акимом в Қозыкеткенский сельский округ. Оның жұмыс күні таңғы 7-ден басталады. Алдымен ауылды аралап, тыныштығына көз жеткізген соң 9-да кеңседегі жұмысы басталады. Ауылда спорт кешендері жақсы дамыған, әлі де бұл бағытта жұмыстар жалғасуда. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию на... Қазір біз жүзу бассейнінің құрылысына жобалық сметалық құжатты жасап жатырмыз. Биыл дайындаймыз деп ойлаймын. Сонымен қатар хоккей кортын салуды да жоспарлап отырмыз. Данный проект заявим. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі Павлодар облысы бойынша департаментінің мәліметінше конкурсқа қатысу үшін ауылдық округ әкімдерінен 5 өтінім түскен. Үміткерлер арасында мемлекеттік қызмет өтілі 10 жылдан асатын қатысушылар да болған. Іріктеу кезеңінде халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына сәйкес қабілеттері сыналған. Жанасыл Серікбол, Дәулет Қошқарбаев, ертіс ақпарат, Успен ауданынан.